Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ено. Бүгін бізде Майнкрафт, таза Майнкрафттың 4-ші сериясы. Шахтаға түсетін боламыз біз бүгін. Сонымен қатар шахтаға түсіп, полный железный сет жасау керек маған. Өйткені мен соңғы кезде ғана каменный инструменттерден жасап кеттім уже. Олармен кәдімгідей заттар істеу қиын. Кирканы жай қазады заттарды, топор жай сындырады ағашты. Мечпен де көп ұрасың күндерде жануарларды ет табу үшін, даже мобтарды көп ұрасың. Сол үшін мен бүгін железный құралдар бәрін жасауға және алмас табуға тырысамын. Басты мақсат алмас табу. Келесі серияларда ауыл шаруашылығымен айналысатынбыз. Ферма сосын тағы мал асырап дегендей қой, сиыр, миыр, тауық дейтіндер жасаймыз. Оның келесі серияларында білмеймін оны істейтінімізді. Оның келесі серияларында ары қарай білмеймін, көреміз ғой. Екінші этажын сабатшымыз. Ой, сөйлемей ма? Мен жаңа негізі бұл видео Майнкрафт шықпау керек тұғын. Укради время деген. Бірақ укради время шыға алмадым. Өйткені мен істедім. Видео түсіруге тырыстым. Но мен нервім шыдамады. Білмеймін, телефон қатты ма, или Roblox'тың кесірінен запись экраны қатты ма, білмеймін оны. Вообще түсіре алмадым анау. Кәдімгідей нервімді ойнатып жүрді. Мен алдыңғы серияда салған. И кәдімгідей укради времяны вообще түсіре алмадым. Түсіру қиын болып кетті кәдімгідей. Өшіп қала береді. 20 секунд, 1 минутқа келеді, өшіп қалады, қайтып өшіп қалады. Мен кәдімгідей 20 минут оттым ананы видео түсіруге тырысып. Бірақ түсіре алмадым. Енді сол үшін таза Майнкрафттың 4-ші сериясын түсірейін дедім. Опа, достар, шахт іздеп керек емес. Опа. Бізге тамақ керек ме еще? Тамақ. Әйтсек аштан өлеміз ғой. Ойбай, тамақ бар екен ғой. Соқырмын ғой мен негізі. Соқыр болудан чемпионмын ғой. Достар, 4 видео қатарынан таза Майнкрафт. Еще қайттан таза Майнкрафт. Мен негізі сол үшін укради время түсейін дегем. Но бірақ болмады. Мәш. Надан тамшылап тұр. Бізге айтпақшы достар, мыс керек. Мыстан да заттар жасауға болады. Мыстан заттар жасауға болатын қосылды. Сондай. Негізі Майнкрафт дамып жатыр кәдімгідей. Гений. Достар, қараңдар, гений. Судың астында жүретін зомби ғана. Қараңдар, мен запись экранында мен көрсеттім ғой сендерге. Слизін. Анау не слизін ба? Жоқ, зомби. Анау еще суда жүретін зомбидің баласы жүр. Короче, оны қоя беріңдер. Бізге факел керек. Менде 8 алу. Оппано деді. Оппано, крипер. Бірақ негіз каменный мен 3 удардан өледі крипер. Но бірақ енді сонда да. Каменный тезірек сынады. Соғысымен жаман. Уголь. Уголь бар кен ғана мешоктардың ішінде. Мешоктардың ішінде бізге керек не бар? Мешоктың ішінде мешок соққан шығай. Гений, еба. Ена мешок қалай өліп кетті? Миым қорытты алу енді. Миым қорытпайды жата. Мешок ше? Мешок. Мешок десе мешок қой. Сатықтаныш.
О, мешок. Мамин вообще моим вот Петрдамда. Сал. Не істеп мен. Мен қорқпаймын вообще. Мен не істеп жатқанымды өзім түсініп жатқан жоқпын достар. Короче, бізге шахтаға бару керек. Жаңа көрсеткен шахтама барамын. Бит бастырсақ. Палка. Факел. Степ болмайды ғой бейшара. Так, болды. Кеттік ал. Тас алып кетейік, тас. Тас керек бізге, тас. Или жер, бәрібір. Так, енді кеттік. Шахтаға барып, ой, әкем. Ой, шахтаға баруға дайынбыз. Же, тамақ же. Ош. Зәке жүр ғой. Әлі пісіп жүр ма? Өлсейік осай. Мен қайқа түсіп кеттім. Сілеке. Ойбай, скеле. Мен қолында күрек салған, күрекпен әкетіп отыр. Пістім. Мен приключение отыр менде. Шынайға қабайтсам мен. Наяқа құласам біттім ғой да. Бітем ғой. Бітіп қалам ғой. Нөл штук болып қалам. Магазинде сатып алмай қалам. Так. Наяқа түсу деген бір басты проблема ғой бізде. Осы үшін жерді алып шықтым ғой, білесіңдер ме? Білмесен деп айта салайын. Опо, чіктер. Достар, мен пар етіп өлетін болам. Енді оған мен берменде. Опо, бабах. Жарылмады ол жоқты. Опо, 3 крипер, 3 жақтан. Жарыл. Мәш, бабах нүтет жүрді ма? Сендер не қызым? Мен шақтыға ше. Өлу үшін келмедім, чіктер. Свет жақ құрсын. Свет соң қолымын, не олы? Так. Мен мұна түрімізбен біз ше. Біз ғалайыпты. Мұстармаған қатты кереміз. Бүгін мен алмас тапқым өтті. Алмас табам деп, железный киркасы шыққаным ғой деді. Оппо, братан. Кетеш. Кет. Оппо. Мен бүгін оппо деп кенше рет айттым. Кенше рет саған. Қора. Редми саған. Мал. Мен сындырып басына қуатып. Дрим сияқты айрайын. Мәш. Бәш. Құстар, мен шақта барамадым. Шақта бар ғой ішкіз, сосын жалғастырамыз. Оппо, зомби. Қараңдар, мен жаңа бар ғой. Келаттым да. Айтпақшы мен мирный алып қойдым. Өткен кәдімгідей модтар дейтін өте слишком көп. Сол үшін де мен мирный алып қоймасам болмай кетті. Достар, қараңдар. Заброшенный шахта. Ош. Железо. Кетті онда железоны қазып. Достар, железоны алып алдым. Ойме. Мынанда ойын. Жаңа железолардан 6 железо. Достар, бұнда қазып болдық ал. Бұдан уже 6 емес. Ойбай, 10 железо шықты. Нормально. Менде не үйде тағы железолар бар.
олар дейтін просто 10-11 штук да. Осы сетқа жетет. Полный железный сетқа жетет. Аңғараңдар. О, қайнаған, піскен, балқыған железо. Рельстер. Нам. Факел. Главный факел. Алып кетейін. Алып кете салайын. Шахтың егелері. Опа, лава. Ана железодан қазып алып тұрсам. Бұны да қазып алдым. Жаңа өртеніп кеттім, мына іштегі лавадан ема. Так, енді біз тағы да алға қарай жүре береміз. Қызық нәрселер кездессе алып аламыз, конечно. Конечно. Опа, достар. Заброшенный шахтадан кететін уақыт келді. Бұл шетінен қимай қойшы. Желание жоқ қиюға. Қиғанда қимаймын да мен айтшы. Стоп қалайым да қайтты осы саламын. Так. Опа. Тағы железоны көптеукен осын қазып болған соң жалғастырамыз. Қазып болдым. Достар, қараңдар, менде общий астта 37 железо болды. Енді нормально. Сетқа да, құралдарға да жетеді. В общем, мына да железо. Енді достар, енді келесі серияда да шахта жүретін өйткені алмас таппай кеткім келмейді. Алмас таппай кеткім келмейді. Содан соң кетіп қаламын десең. Лазурит. 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 Ой, бәна. Железо көбек. Лазурит, достар. Зачарование керек болды. Мәш сондағысы осындай ақ па? Өш кетші. Зачарование жасайын ба деп едім. Так. Өз шақты да бітіп атқан сияқты жота. Мә саған. Алтын. Алтын, что ли? Станенька железный кирка жасалайын. Железный кирка жасап алдым. Енді осымен қазір алтын қазып аламыз. Вау, алтын деп таңғалып атсаң да. Алтынды негізі тауып жоқ қой, менде үйде алтындар бар. Пирамидадан шыққан олар. Ема, достар. Еба. Мынаның бәрін келесі бөлімде зерттейміз ғой. Осы жерден видеоны аяқтаймын. Давай онда. Сау болыңдар.